بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فيك علما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті шәкірттер, Алла Тағала саған оразаларыңызды қабыл етсін. Қасиетті Рамазан айы баршаңызға мүбәрәк болсын. Бүгінгі дәрісте біз сіздермен 29 күн 29 кітап деген жоба аясында сіздермен біз имам Абу Ханифаның рахимахулла өзінің баласы Хаммадқа жазған өсиетін өтеміз. Имам Абу Ханифа рахимахулла таныстыруды қажет етпейтін ғалымдардың бірі. Сондықтан да ол кісінің өмірбаяны жайлы айтып тоқталмаймыз. Алайда біздің қазақ тілінде имам Абу Ханифа жайлы, имам Абу Ханифаға қатысты қандай кітаптары бар екенін бір айтып кетейік. Алдымен алдымызда тұрған имам Ағзам тағылымы деген кітап бар. Бұл кітапта имам Абу Ханифа рахимахуллахтың бірнеше кітабы, бірнеше хаты, өсиеттері аударылған. Солардың бірі ұстаз бен шәкірт, әл-алим уәл мутааллим, сондай-ақ әл-фиқул абсат, яғни бұл да фиқул акбар деген кітаптың бірі, өзінің шәкірті Абу Мутиъ аль-Балхи риуаятымен жеткен. Сондай-ақ әл-фиқул акбар секілді танымал кітабы, сондай-ақ имам Абу Ханифаның өсиеті, 12 өсиет жиналған ақида кітабы, сондай-ақ имам Абу Ханифаның рисаласы Осман аль-Баттиге рот ретінде жазған. Сондай-ақ өзінің шәкірті имам Абу Юсуф, Яқуб ибн Ибрахим аль-Ансари соған жазған өсиеті, және де өзінің шәкірті Юсуф ибн Халид әс-Самтиге жазған өсиеттері жазылған. Бұл керемет кітап ұстаздарымыз аударып шыққан. Одан кейін бізде имам Абу Ханифаның сол өсиетін шарықтаған Акмалуддин аль-Бабиртидің несі бар? Шархы бар. Ол да қазақ тілінен нестеген аударылып шыққан. Бұл да өте мықты шархтардың бірі. Және де қазір алдымда жоқ, бірақ Ала ұстаз секілді үлкен ұстаздарымыз Ғұмыры ғибрат ұлы имам Абу Ханифа деген кітабы бар. Ол жерде Абу Ханифа жайлы кеңінен айтылған өмірбаяны, ілім жолы, сондай-ақ фихтағы хадистегі орны. Ал енді біз бүгін оқитын өсиет, бұл өсиет әлі қазақ тілінде жарық шықпаған, өзінің баласы Хаммадқа жазған өсиеті. Білеміз, имам Абу Ханифаның Хаммад деген баласы болды. Ол Хаммад деп ат қоюдың себебі өзінің ұстазының құрметіне еді. Өйткені өзінің ұстазы Хаммад ибн Салама еді. Өзінің ұстазы кім? Хаммад ибн Салама. Сол кісінің құрметіне өзінің баласында Хаммад деп қойған екен. Сол өсиетін бүгін иншалла оқимыз. Бұл өсиетті шейх Зияуддин Ахмад ибн Мустафа Мушханауи деген ғалым Джамиул усул фил аулия деген кітабында жеткізеді. Яғни бұл кітаптың да өзінің белгілі бір иснады бар. Қатты танымал болмаса да негізі бар кітаптардың бірі. Тіпті бұған жазылған шарх бар. Осман ибн Мустафа деген ғалым жазған. Хаммад ибн Абу Ханифа ол да білім жолын қуған Абу Ханифаның баласы еді. Сол баласынан мындай бір өсиеттер айтады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қала Абу Ханифа рахимахуллаху либнихи Хаммад рахимахуллах: Я бунайя аршадакаллаху та'аля ва айядака أوصيك بوصايا إن حفظتها وحافظت عليها رجوت لك السعادة في دينك ودنياك إن شاء الله تعالى. يعني بسم الله деп бастайды. Ва балам дейді, Аллах Тағала саған тура жол берсін және саған жәрдем берсін. Мен саған сондай бір өсиеттерді айтамын. Егер сен оларды жаттап және сақтауға күш салып амал ететін болсаң, онда Алланың қалауымен мен сенің дініңнен де, дүниеңде де бақытты болуыңды үміт етемін дейді. Яғни осы айтқан өсиетіме амал ететін болсаң, екі дүниеде бақытты боласың дейді. Ауалуха, біріншісі, мураати тақуаллахи ал-азим бихифзи жаварихика анил мааси хауфа мин Аллахи та'аля вал қиями би ауамирихи убудиятан лаху та'аля. Яғни Аллах Тағаладан қорыққандықтан жан тәніңді күнәдан сақта, құлы болғандықтан оның бұйрықтарын орындап тақуалыққа көңіл бөл дейді. Осы жерде имам Абу Ханифаның айтқысы келгені, тақуалық екі қанаттан тұрады. Біріншісі
ол күнәлардан сақтану, екіншісі Алла тағаланың әмірлеріне бойсыну. Бірі болмаса екіншісі яғни толық болмайды. Яғни тақуалықтың екі қанаты бірдей болса ғана адам шынайы тақуалыққа жетеді. Және де Абу Ханифа айтты, күнәні сен Алладан қорыққандықтан таста, шаман жеткендіктен емес. Кейде мысалы адамның күнә жасамау себебі шамасы жетпегендіктен болуы мүмкін. Бұл тақуалық емес. Тақуалық шамасы жете тұра сол күнәні несеу, жасамау, Алладан қорқу. Сондай-ақ мен Алланың құлымын деп бұл бұйрықты орындау, бұл да Алланың несі, Алладан қорыққандықтың белгісі. Өйткені кейбір бұйрықтар Алла үшін орындалмаса, Алланың құлы болғандықтан үшін емес, мысалы рия үшін, біреу үшін жасалса, онда ол тақуалық болып табылмайды. Уассани алла тастақирра аля жахли ма тахтажу иля илмихи. Яғни білуің керек нәрсенді үйренбей надандықта жүрме дейді. Яғни сенің мойында белгілі бір парыз ғылым хал, яғни илм хал дейміз, парыз ілімдер бар. Соны білу керексің, бірақ соны білмей жүріп надандықта жүре берме дейді. Үйрен дейді. Білмегенді үйрен дейді. Үшіншісі алла туашира шахсан илля ман тахтажу илейхи фи диника ау дүнияка. Яғни өзінің діни және дүниелік істерінде ғана қажет болған кісімен аралас. Яғни қажетсіз адамдармен араласа берме дейді. Ол не бизнес тұрғысынан араласу керек, немесе ақырет тұрғысынан араласу керек. Егер де ешқандай осы екі түрлі мақсатта болмаса, онда ондайлармен араласпаған жөн дейді. Мысалы, жай ғана ермек үшін араласу ол дұрыс емес. Айтқанда бұл дүниелік істерде, дүниелік саған адал істерде пайда тигізетін адаммен араласу керек, және де қияметте саған пайда тигізетін адаммен араласу керек дейді. Уаррабиу ан тунсифа мин нафсика ва ла тантасифа лаха илля ли дарура. Яғни басқаға ынсапты бол дейді, бірақ өзгенің саған ынсапты, әділ болуын тек зәрулік жағдайда талап ет дейді. Яғни айтқанда басқалардың ақысын бер, біреудің өзінің ақынды сұрама. Алла тағала саған сенің ақынды өзі ақ береді. Яғни сенің міндетіне басқалардың ақысын беру, мұсылмандардың ақысын беру, және де басқаларға ынсапты болу. Ал бұл өмірде әділдік аз, бұл өмірде зұлымдық көп, сондықтан да барлық адам саған ынсапты болатынына үміттенбе, бірақ өзің ынсапты болуға тырыс дейді имам Абу Ханифа рахимахулла. Ары қарай уәл-хамису алла туадия муслиман уәла зиммиян. Мұсылман болсын, мұсылман емес болсын, ешқайсымен жауласпа дейді. Өйткені бұл жауласу ешқандай хайыр береке саған алып келмейді. Ауассадису ан тақна'a мин Аллахи та'ала бима разақака мин малин уа жах. Аллах тағала саған берген ризық, байлық пен абыройға қанағат ет. Яғни көп сұрама, көп тілеме, және көп нәрсені дәм етпе дейді. Уассаби'у ан тухсина тадбира фима фи ядейк истиғнаан бихи аниллахи та'ала. Яғни адамдарға мұқтаж болмай, өзінің қолындағы бар нәрсені дұрыс бағындыра біл. Яғни Алла тағала саған не берді, соны жеткіз. Басқалардан естеме, үміттенбе, басқаларға мұқтаж болма дейді. Яғни бұл өсиеттер өте маңызды. Неге? Өйткені Абу Ханифа бұл жай шәкіртіне емес, өзінің баласына айтып жатыр ғой. Демек баласына ең қымбат асыл насихаттарын айтады. Сондықтан да бұл насихатқа біз міндетті түрде құлақ асуымыз керек. Демек не түсінуіміз керек? Бар нәрсені бағындыра біл, бар нәрсені жұмсай біл. Кейбір адамдар өзінің бар нәрсесін бағындыра алмайды, бар нәрсесін дұрыс қолдана алмайды да, басқа біреуден тағы да бір нәрсе үміт етеді. Дұрысы өзінің бар нәрсені, өзіндегі бар нәрсеге істеу, дұрыс бағындыра білу. Уассамину алла тастахина айнан наси алейк. Яғни адамдар саған жоғарыдан менсінбей қарайтындай дәрежеге жеткізетін әрекет жасама. Яғни сен тура жүр, түзу жүр, айтқанда біздің тілмен айтқанда достойно жүр, кейін адамдар саған не істемесін, яғни сен егер де бір қисық, бұрыс әрекет жасайтын болса, адамдар саған бүйтіп менсінбей қарау мүмкін. Сондықтан да тура дұрыс жүру керек дейді. Уаттаси'у ан тақма'a нафсака анил хауди фил фудул. Яғни әрдайым өзіңді пайдасыз артық әңгімеден аулақ ұста. Ол саған ешқандай бір абырой алып келмейді, бос әңгіме. Уал-аширу ан талқан наса мубтадиян биссалам мухсинан фил калам мутахаббибан иля ахли хайри мудариян ли ахли шарр. Яғни
адамдармен жүздескенде әрқашан бірінші болып сәлем бер. Оларға жақсы сөз сөйле. Жақсы адамдарға сүйікті бол, нашар адамдармен мүләйімсің дейді. Бұл өте маңызды дүние. Кейбір адамдар ойлауы мүмкін, жаман адамдармен немесе жалпы адамдармен мүләйімсініп сөйлесу, бұл жерде мүләйімсін деген қалай? Жақсы сөз сөйлеп, оған қатты сөйлемей, жылы араласу, бұл мүләйімсіну дейді. Бірақ ол адам ондай қарым-қатынасқа лайықты емес негізінде. Негізінде лайықты емес. Осыны біреулер екіжүзділік деп ойлайды. Алайда ол олай емес. Бұл жерде ажыратып білу өте тонкий нәрсе. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір кісі не істеп келеді? Кіргісі келеді. Айша анамыз қасында еді. Сонда пайғамбар не дейді? Бұл өте жаман адам дейді. Өте нашар адам дейді. Бірақ кірсін дейді. Кіргеннен кейін ана кісімен жылы сөйлеседі. Жылы сөйлеседі, ешқандай бір артық сөз айтпайды да, ол кеткеннен кейін Айша анамыз айтады, бұл не болды дейді. Сен өзің айт, ол кірмей тұрып не дедің? Ең жаман адам дедің. Бірақ кіргеннен кейін онымен жылы сөйледің. Неге деген кезде адамдардың ең дұрысы, хадис мағынасы не дейді? Адамдардың жамандығынан сақтанатын дейді. Яғни кейбір адамдар болады ғой. Оларға сен қатты бір сөйлеп қойшы, олар саған не істейді? Екі есе қайтарады да ол нәрсені. Сондықтан да ең дұрысы не істеу керек? Олардан тыныш қана құтылу. Оларға бір-екі жылы сөз айтып құтылу. Түсінікті ма? Кейбір адамдар болды, проблематичный. Оларға сен бір нәрсе айтып қойсаң, болды. Саған не шығарады? Ушу шығарады. Сондықтан да осыны адамдармен тіл табыса білу керек. Адамдар әртүрлі болады. Кейбір адамдар мысалы қатты сөз көтермейді. Кейбір адамдар керісінше қатты сөз айтпасаң түсінбейді. Сондықтан да ең ақылды адам қай жерде қай адамдармен қалай сөйлесу керектігін білетін адам, ең дана адам сол. Түсінікті ма? Ал анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әрекетін біз оны екіжүзділік деп айта аламыз ба? Айта алмаймыз. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи неге онымен жылы сөйлесті? Өйткені біледі де, егер онымен қатты сөйлейтін болса, ода не болмайды? Жақсылық болмайды. Керісінше ол фитна шығарады. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи мысалы кейбір жаңағы бадәуилер келеді, көшеден келген мысалы ауыл сырттан келген кісілерге қалай жылы сөйлейтін? Олар қатты сөйлемейді. Өйткені біледі, олар тік мінезді. Тік мінез болғаннан кейін олармен қатты сөйлеуде ешқандай не жоқ, пайда жоқ. Олармен жылы сөйлейтін, оларға өздерінің жаңағыдай деңгейіне сөйлейтін. Сондықтан Абу Ханифа айтады, нашар адамдармен мүләйімсің дейді. Яғни кейбір адамдар болады, сондай нашар, біріншіден адам түсіну керек, сен де сондай нашар адам болып қалмау керексің да. Мысалы, отбасыда сен сондай бір қаттысың, қатыгезсің, сондай қатыгез әкесің, қатыгез күйеусің, әйел саған бір нәрсе деуден қорқады. Бұл жақсы ма? Әйел саған бір нәрсе деуден қорыққаны? Немесе бала шаған сен келген кезде бәрі тым-тырыс, ешкім түк істей алмайды. Бір бала шаға ойнай алмайды, ана әйелін жүреді, тыныш-тыныш, әкелерін ашулан қалмасын, несе қалмасын деп. Дұрыс емес қой. Демек, бала шаға сенің отбасың сенің алдында еркін жүре алмайды. Бұл олар сені сыйлағаннан ба? Жоқ, олар сенен қорыққаннан, яғни сен нашар адам болғандықтан да. Осындай нәрсе бар қоғамда, кейбір адамдар ойлайды, мен қатыгез болсам, мен қатты болсам, сол кезде мен еркекпін деп, еркек ол еркектік емес. Пайғамбар саллаллаху сондай болды ма? Біреу пайғамбар саллаллаху алдында сөйлеуге қорықты ма? Ешкім қорықпайды. Пайғамбар саллаллаху керісінше ең қайырлы адам болған, пайғамбар саллаллаху алдында адамдар қорқуға жаңағыдай бір еркін сөйлеуге, өздерінің ойларын айтуға қорықпайтын. Құрмет бөлек. Құрмет деген нәрсе бар. Бірақ одан бөлек не бар дағы? Қорқу бар. Яғни біреулер мысалы қорқудан сөйлемейді, біреулер құрмет дегеннен кейін сөйлемейді. Ол екі түрлі нәрсе. Сен құрметті бол, андай қорқынышты болма. Түсінікті ма? Осы нәрсені біз үйренуіміз керек. 11-ші уәл-хади ашар ан туксира зикраллахи та'ала уас-салата аля расулихи саллаллаху алейхи уассалям. Яғни Алланы үнемі зікір ет һәм оның елшісіне саллаллаху алейхи уассалям көп салауат айт. Бұл енді білім іздену үшін міндетті істерінің бірі. Уәл-thani ашар ан таштағила би саййидил истигфар. Яғни саййидул истигфар, истигфардың мырзасы болған зікірді айтып отыр дейді. وهو قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم حديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت. Осы сөзді естеу керек. Осы бұл сайидул истигфар болып табылады. Истигфардың несі? Мырзасы. Яғни мағынасы қалай? Уа Алла, сен менің Раббымсың. Сенен басқа құдай жоқ. Сен мені жараттың. Мен сенің құлынмын.
және саған берген уәдемде тұруға әрі келісіміме берік болуға күшім жеткенше тырысып бағудамын. Сенің маған берген нығметтеріңді мойындаймын. Жасаған күнәларымды да мойындаймын. Мені кешірші. Расында күнәларды сенен басқа ешкім кешірмейді. Жасап қойған істерімнің зиянынан бір өзінен пана сұраймын деп істеу керек. Кешке, яғни إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله дейді. Яғни осы дұғаны таңертең немесе кешке айтқан адам жәннаттық болады деген мағына келеді. Жақсы, сондай-ақ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه حين قيل له يا أبا الدرداء احترق بيتك فقال ما احترق بيتي بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Яғни бір күні Абу Дардаға радиаллаху анху бір кісі келіп не дейді? Үйім жанып кетті дейді. Сонда Абу Дарда, қараңызшы, бұл жерде Абу Дарданың жаңағы пайғамбарымыздың сөзіне деген яқины, сенімі, мен Алла елшісінен салсырын естіген мына сөздер себепті менің үйім жану мүмкін емес дейді. Бұл сөздерді күннің әуелгі уағында айтқан адамға кешке дейін бәле түспейді. Күннің соңғы уағында айтқан адамға таңға дейін не істемейді? Бәле түспейді. Қай дұға? Осы жаңағы оқып берген дұға. Мағынасы қандай? Аллахумма, жаңағы анта рабби ла илаха илля анта. Уа Алла, сен менің Раббымсың, сен өзге құдай жоқ, саған ғана тәуекел еттім, сен ұлы аршының Раббысысың, сен не қаласаң сол болады, нені қаламасаң ол болмайды. Ұлы әрі үстем болған Алланың күш қуатынан асатын ешқандай күш қуат жоқ. Аллах тағала барлық нәрсеге шамасы жететінін, оның білімі бүкіл нәрсені қамтитынын білемін. Уа Алла, мен өзімнің жамандығымнан, сенің билігіндегі әрбір жанның жамандығынан сенен пана сұраймын. Расында Раббым тура жолға бастаушы деп айту керек. Жақсы. والثالث عشر 13-ші өсиет أن تواظب على قراءة القرآن كل يوم وتهدي ثوابها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالديك وأستاذك وسائر المسلمين. Яғни күнделікті Құран оқуда тұрақты бол. Оқылған аяттардың сауабын Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам, сондай-ақ ата-анана, ұстазына және басқа да мұсылмандарға бағыштап тарту ет дейді, хадия жаса дейді. 14-ші والرابع عشر أن تحترز من أصحابك أكثر من أعدائك дейді. إذ قد كثر في الناس الفساد فعدوك من صديقك مستفاد дейді. Субханалла. Яғни қазір таңда да, яғни сол кезде бұл бар еді, қазір одан да көп болып кетті. Яғни жауларынан қарағанда өзіңнің достарыңнан көбірек сақтан. Себебі қазіргі кезде адамдар арасында бүлік көбейген. Сенің жауын өзіңнің жанындағы досыңнан шығады дейді. والخامس عشر أن تكتم سرك وذهبك وذهابك ومذهبك. Өте маңызды сөз. Яғни сырыңды, бұл сиррак. Захабак деген малыңды. Жақсы? Захабак жүріс-тұрысыңды. Мазхабак қазіргі халіңді құпия ұста дейді. Паш ете берме. Мен бүгін иттім, мен бүгін сөйттім, мен бүгін осынша ақша таптым, мен бүгін жаңағындай мына жерде жүрмін, бүгін біз осындай бауырлармен кездестік деп, яғни кейде не болып кетеміз? Аяқ асты блогер болып кетеміз да. Әсіресе яғни шынымен де біз мойындауымыз керек, кейде артық кетеміз. Біліп ізденуші болсын, ұстаз болсын, яғни еліктеп кетеміз. Бізге жараспайтын істер жасап кетеміз. Сол үшін де адам моншақ болғаннан кейін бір-бірімізге ескертуіміз керек. Бауырым мысалы жаңағындай бір пайдасыз іспен жасап жатса, мысалы сенің бір достармен кездескеннен қандай пайда аламыз біз? Допустим. Жақсы, егер сен мысалы бір кітап бітіріп жатсаң, жақсы, оны бір өнеге болу мүмкін. Мысалы мен ұстазбен, достарыммен кітап бітірдім, достарыммен бір нәрсені оқыдым, немесе жаңа біз ұстазға бір шейхқа зиярат еттік. Яғни сол арқылы ұстазды танып қалар, шейхті танып қалар. Яғни сен салатын жаңағындай бір сторис болсын, басқа болсын, өйткені қазір біз осының бәрін қалайша
жариялаймыз. Интернет арқылы ғой. Сол сағатында пайдалы болсыншы, яғни дүниеңе және ақыретіне. Иә? Дүниене пайда болса, бірақ ақыретіне де пайда болатын нәрсені ғана салуға тырыс. Егер Абу Ханифа рахимахуллах қазір заманда болса, осылай айтатын еді деп ойлаймын. Сториске тек қана пайдалы нәрсе сал деп, иә? Или білмеймін, или Инстаграм вообще жүргізбей дейтін беді. Алла. Өткенде бір жаңағы Алла разы болсын ол бауырларға тыңдап кейін қойыпты. Бірақ бір екінші курстың шәкірттері ғой. Инстаграм парақша ашып, жаңағы біз осындай курспыз, осындай нәрсе жүргіземіз деп. Сосын мен айттым, уақыттарың көп екен ғой деймін да, Инстаграм жүргізуге. Олай болса, үй жұмысты үйіп берейін, уақыттарың көп болса. Одан кейін осы бүгінгі келсем, не болды, Инстаграм не істеп жүрсің ба десем, жоқ қойдым дейді ғой, жаптым дейді, альхамдулилля. Уақыт көп болса, үй жұмысын толтырып береміз ғой, немесе айтамыз ғой сіздерға. Жақсы. Уассадиса ашар ан тухсинал жиуар ва тасбира аля азал жар дейді. Жақсы көрші бол және көршінің жамандығына сабыр ет дейді. Уассаби ашар, бұл жерде көрші бол деген кезде обязательно көрші емес, сенің бірге бөлмеде жататын адамдарға да байланысты. Бірге бөлмеде жататын, қасында бөлмеде жататын адамдарға байланысты. Сондықтан да бұл осы жерде жаңағыдай жатақхана тұратын адамдарға, шәкірттерге тікелей қатысты. Жақсы көрші болыңдар, бір-біріне зиян жасамаңдар, таза ұстандар деген әңгіме. Уассаби ашар 17. Ан татамассака бимазхаби ахли суннати вал жамаа وتتجنب عن أهل الجهالة وذوي الضلالة. يعني أهل السنة والجماعة مذهبنا берікстан адамдар мен адасқандардың жолынан аулақ бол. والثامن عشر أن تخلص النية في جميع أمورك وتجتهد في أكل الحلال على كل حال. يعني барлық ісінде ықыласты бол, әрдайым тек қана адал астан жеуге тырыс. Күмәнді асқа жоламаңдар. والتاسع عشر أن تعمل بخمسة أحاديث انتخبتها من 5000 حديث. الأول إنما الأعمال بالنيات، والثاني من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والرابع إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ فيه لدينه وعرضه ومن وقعها وقع الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه. ألا وإن لكل ملك حمان وإن حمى الله ما حرم. ألا وإن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب дейді. Яғни имам Абу Ханифа дейді, мен 500 мың хадистің ішінен теріп алған 5 хадиске амал ет дейді. Бірінші, иннамал аъмалу бинният, амалдардың барлығы ниетке байланысты, білеміз. Екінші, исламның көркемділігіне өзіне қатысты болмаған пайдасыз істі тастау жатады. Үшінші, өзіне қалағаныңды мұсылман бауырына қаламайынша толық иман еткен болмайсыңдар. Және де төртінші, ақиқатында адал белгілі, яғни халал нәрсе, арам нәрсе белгілі, ал олардың арасында не бар? Адамдардың көпшілігі білмейтін шүбәлі нәрселер бар. Күмәнді дүниеден аулақ болған адам өз дінін және өз абыройын сақтайды. Ал күмәнді дүниемен айналысқан адам араммен де айналысады. Ол әне-міне кіріп кеткелі тұрған қойларын қорық банында бағып жүрген шопанға ұқсайды дейді. Жаңағы не істеген? Күмәнді іспен араласатын адам. Алла тағаланың қорығы адамдарға тыйым салған нәрселері. Ақиқатында адам денесінде сондай бір ет бар, ол дұрыс болса, бүкіл дене дұрыс болады. Ол бұзылса, бүкіл дене бұзылады. Арасында ол кесек ет, жүрек дейді. Және 5-ші хадис, нағыз мұсылман өзге мұсылмандар оның тілі мен қолынан зиян көрмейтін адам. Ал нағыз мүмін адамдардың жаны мен малы одан амандықтан болған жан. Шынайы мұхажир жаман әрекеттерін тастаған адам. Нағыз жауынгер Алла үшін өз нәпсісімен күрескен адам дейді. والخامس المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر من هجر السيئات والمجاهد من جاهد نفسه لله. والعشرون جني صنغ وسيته أن تكون بين الخوف والرجاء في حال صحتك وتموت بحسن الظن بالله تعالى وغلبة الرجاء وبقلب سليم إن الله غفور رحيم. يعني
денсаулығың бар кезде үміт пен үрейдің ортасында бол дейді. Ал өлер кезде, яғни қорқыныш көбейген кезде, Алланы туралы жақсы ойла, мейіріміне үмітің басым болсын. Бұл жерде ғалымдар былай, яғни егер де негізі біз әрдайым ортасында жүруіміз керек қой, бірақ қорқыныш көбейген сәтте үмітіміз артық болу керек. Жақсы. Ал керісінше барлық нәрсе жақсы болып жүрген кезде қорқыныш көбірек болу керек. Тамам? Яғни қатты қорқып жүрген кезде, мысалы уже өлейін деп жатсың, соңғы сәттер қалды, ол кезде нені көбейту керек? Үмітті. Ал бәрі идеальный болып жүрген кезде, ол кезде қорқынышты көбейту керек. Жақсы? Ал екеуі де ортасы болса, онда ортасымен несесін жүресің дейді. Арасында Алла Тағала кешіруші әрі мейірімді. Енді осы Алла Тағала бүгінгі естіген насихаттарымызға амал етуді нәсіп етсін. Шынында бұл өсиеттер шәкірт үшін өте құнды, алтыннан да қымбат. Алла Тағала баршамызды тура жолда әрдайым жүруді нәсіп етсін. Уа саллаллаху тағала аля хайри халқи Мұхаммад уа аля алихи уа сахбихи ажмаин.